Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Кулиева Сабрина. Сәлем, менің есімім Ешқожаева Сара. Ал енді бүгінгі біздің жиналып отырған мақсатымыз Түркістан Vibes атты тақырыпта кішігірім подкаст түсіру. Ал енді бүгін біздің подкастымыздың негізгі мақсаты Түркістан қаласындағы шетелдік студенттердің өмірі. Олардың өмірі қалай өтіп жатыр, қандай қиындықтар болып жатыр деген сияқты тақырыптарды қозғау. Ал енді бүгінгі подкасттың қонағы бізде Тасултанов Ислам. Ислам, сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Ислам. 3-ші курсыны халықаралық қатынастардың студентімін. Дағыстан Республикасынан келдім. Миллетіңізді сұрасыз. Ұлтым Құмық болады. Күшті, керемет. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды ашсақ, бүгінгі тақырыбымыз Түркістандағы шетелдік студенттердің өмірі қалай өтіп жатыр. Ал енді бүгінгі қонағымызға сұрақтар қою арқылы кішігірім сол жайлы білетін боламыз. Сабрина, негізі бәрінің көкейіндегі осы сұрақ: неліктен Түркістан, неліктен Яссауи университеті? Осы сұраққа кішкене жауап беріп өтсеңіз, неліктен Яссауи университеті деген сияқты. Неге Түркістан, неге және Яссауи? Осы жерге келгенге дейін суреттен көріп, видеодан көріп, бірнеше адам айтып мақтаған еді. Мен де сол кезде Google-ға кіріп көрдім. Кішкене жазып, іздедім. Сонымен Яссауи туралы сұрадым достарыма, осы жерде оқыған менен алдыңа мақтап, сонымен түстім осы жерге. Түсінікті. Ал енді мен сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз алғаш келген кезде қандай қиындықтар болды сізде? Алғаш келген кезде тек қана бір қиын болды. Ол языковой барьер болды. Тіл кішкене қиындап үйрену, адам болмай қалу, практика үшін. Сонымен тіл болды басынан. Сізді алғаш келгеніңізде Түркістан халқы, Түркістандағы студенттер қалай қарсы алды? Қарсы алды дегенде өте қонақ ретіне қарсыласты. Өзіні қонақ несін көрсетті. Қазақстан өте қонақжай халық қой негізі. Сол. Студенттер арасында сізге жиі қойылатын сұрақтардың бірі қандай, және сіз оған қалай жауап бересіз? Жалпы ол сұрақтарды маған такси мінген кезде береді, және де қазақ достарым береді. Құмық қалай, қандай бір тіл, бірнеше сөз айт. Сонымен таксиде отырған кезде де қай жерден келдің, ұлтың қандай, қандай мақсатпен келдің осы жерге деп. Осындай сұрақтар береді сізге. Жалпы Ислам, естім бойынша сіз активист екенсіз, Жалпы активистік өмірге қалай қосылдыңыз? Активистік өмір жалпы қалай, айтып өтсеңіз сол туралы? Активистік өмірге мен достардан арқылы қосылдым. Бірнеше достым бар еді. Солар мені шақырып, кастингтен өттім. Сонымен мені біздің Бота апай деген апайымыз бар еді, екінші мама деген. Сол қабылдап, солай үлкен бір амбассадор деген отбасыға кірдім. Күшті, керемет. Ислам, негізі сізде шетелдік студенттер сияқты алғаш келгеніңізде дайындық факультетінде оқыдыңыз. Ол жерде оқу қалай болды? Жаңа тілді үйрену қалай өтті? Дайындық орталығына оқуым өте керемет өтті. Достарым болды. Және тілін айтатын болсақ, қазақ тіл кішкене қиын болды үйренуге. Себебі сөйлесетін адам жоқ еді. Сонымен қазақ тілім үйренуге біраз уақыт өтті. Сіз ол жерге барғанда түрлі мемлекеттен келген адамдар бар еді. Олармен танысып достасуды мақсат еттіңіз бе? Жоқ, немесе қазақ тілін үйренуге басымдық бердіңіз бе? Сол жерде басқа шетелден келген достар да бар еді. Солармен қазақша сөйлеп, түрік болсын, қырғыз болсын, өзбек болсын, солай қазақ тілімі дамыттым. Осылай толықша қазақша сөйлеу үшін сізге қанша уақыт кетті? Bir жыл жарым жыл кетті.
Менде тағы бір қызық сұрақ болып тұр. Сіз Дагестанда тұрасыз, иә? Иә. Дагестан өте алыс. Ең соңғы рет үйіңізге қашан қайттыңыз? Ең соңғы рет жазда қайттым, барып келдім, яғни сол жазда қайтып келдім. Біз өзіміз басқа қаладан болсақ та үйіміз сағынып 2 аптада бір барамыз негізі. Өте қиын негізі. Жазда барған, получается, 3 ай өтті ма? 3 ай бармадыңыз, иә, үйіңізге. И қазір қай уақытта баруды ойлап жатсыз? Құдай қалса, қыс уақытына, қыс демалысына бару. 4 айда бір барасыз, иә, үйіңізге? 4 айда бір барам. Қиын емес пе? Жалпы қиын емес. Үйреніп кетесің, иә? Үйреніп кетемін, уже үйреніп кеттім. Ислам, сіз бұл жерде грант негізінде оқисыз, иә? Иә. Бұл жерде грант негізінде оқыған шетелдік студенттер 2 жақты стипендия алады, және ол қандай көлемде алады? Иә, осы жерде шетелдік азаматтар енді студенттер 2 жақтан грант стипендия алады, қазақ және де түрік. Ал алатын мерзімі, мысалға, айында түрік стипендиямыз айның басына келеді, 6-7 күндеріне. Ал қазақ стипендиясы 20-дан кейін келеді, 25 арасы. Қандай көлемде стипендия, егер? Көлем дегенде 85-90 арасында ақша аламыз. Бұл стипендия сіздерге Түркістанда өмір сүру үшін жете ма? Түркістан үшін иә жетеді. Себебі осы жеріне фиятлары жақсы, және де басынан жетеді бізге осы ақша. Негізі біздің Қазақстан стипендиясынан сессиядан өте алмай қалсаң, құлап қаласың, ол бермейді. Түркия стипендиясы да осылай ма? Жоқ, осылай емес. Біздің мысалға қазақ стипендиямыз жоғалуы мүмкін, бірақ түрік стипендия қалады. Яғни Түркия сіздерге 4 жыл оқитын болсаңыздар, 4 жыл бойынша стипендия беріп отырады, үздіксіз. Иә, солай. Ал енді подкастымыздың соңына да жақындап қалдық. Енді соңғы қорытындылай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сізде тағы бір мүмкіндік болса, сіз осы Түркістан қаласын ЕСУ университетін таңдар ма едіңіз? Егер менің мүмкіндігім болса, 1 рет емес, 100 рет таңдар едім. Өте керемет. Осылайша бүгінгі тақырыбымызда қамтыдық деген ойдамын. Кішкене болса да адамдардың ойындағы сұрақтарды талқыладық деген ойдамын. Енді бүткіл сұрақты қою мүмкін емес, ол сұрақтарды қойып бір кадрға сыйдыру мүмкін емес. Осылайша бүгінгі біздің подкастымызға қонақ болып келіп отырған Исламға өте үлкен рахметімізді айтамыз. Подкастымызға келіп қонақ болғаныңыз үшін рахмет. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Бізді көргеніңіз үшін рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.